Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардан қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Синоптиктер республиканың 15 өңіріне ауа райына байланысты ескерту жариялады, деп хабарлады Айқын КЗ. Қазгидромет РМК ақпараты бойынша 24 қарашада Астанада түнде қар, күндіз қар аралас жаңбыр жауады, көктайғақ болып дауыл соғуы мүмкін. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соққан желдің жылдамдығы 23-28-ге жетеді. Ақмола облысында түнде қар, күндіз қар аралас жаңбыр. Облыстың солтүстік-батысында қар аралас жаңбыр жауы ықтимал. Көктайғақ, боран, тұман болуы мүмкін. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысып екпіні 15-20, кей жерлерде 23-28-ге жетеді. Облыстың батысы мен солтүстігінде секундына 30 метрге баратын, тіпті одан да күшті жел тұруы мүмкін. Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында түнде қалың қар жауады. Облыстың оңтүстігінде көктайғақ, жаяу бұрқасын болады. Түнде оңтүстікте, күндіз солтүстігі мен батысында, солтүстік-батыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысып екпіні 15-20 жетеді. Атырау облысының солтүстігі мен шығысында күндіз көктайғақ болады. Солтүстік-батыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысып, жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетеді. Жетісу облысында таулы аймақтарында түнде және таңертең тұман түседі. Күндіз Алакөл аумағында оңтүстік-шығыстан соққан жел жылдамдығы 15-20, кей жерлерде 23-28 болады. Қарағанды облысының батысы мен солтүстігінде боран тұрып, көктайғақ болуы ықтимал. Түнде облыстың солтүстігінде, күндіз облыстың көп бөлігінде оңтүстіктен батыстан, оңтүстіктен 15-20 жел тұрады. Қостанай облысының оңтүстігінде жауын-шашын түседі. Облыстың шығыс, оңтүстік және орталық бөлігінде көктайғақ болады, тұман түседі. Солтүстігі, шығысы мен орталығында боран соғады. Облыстың оңтүстігі мен шығысына оңтүстік-батыстан, батыстан жел тұрып екпіні 15-20, кей жерлерде 23-28-ге дейін барады. Қызылорда облысында батыстан жел тұрады. Түнде батыстың көп бөлігінде екпіні 15-20, облыстың солтүстігінде 25, күндіз солтүстігі мен орталығында 15-20 болады. Маңғыстау облысының солтүстігі, шығысында түнде қатты жауын-шашын болады. Облыстың солтүстігі мен солтүстік-шығысында тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін. Солтүстік-батыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысып, түнде батыс солтүстік-шығысында жылдамдығы 15-20-ға жетеді. Павлодар облысының солтүстігі мен оңтүстігінен шығысында көктайғақ, облыстың батысы мен оңтүстігінде жаяу бұрқасын болады. Батысы мен оңтүстігінде оңтүстік-батыстан 15-20 жел соғып, екпіні 25-ге дейін барады. Түркістан облысының оңтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі. Ұлытау облысының солтүстігі, шығысында көктайғақ болуы ықтимал. Оңтүстіктен батыстан жел соғып, түнде облыстың солтүстігінде, күндіз басым бөлігінде жылдамдығы 15-20, кей жерлерде 23-28-ге жетеді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.